400 грамм мандаринге 2 жұмыртқаны қосып, 60 граммнан жоғары өзіңіз 100 граммға дейін тәттілігіне қарай қант қосасыз. Егер сізде сухой дрожь болатын болса 6 грамм жетеді. Егер свежий дрожь болса 16 граммға дейін дрожжыңызды қосып, барлығын блендерде 5 минут блендермен араластырамыз, еземіз. Сосын мынандай сеткаңыздың үлкені болса, үлкеннен сразу жаңағы мандариннің артық дәндерін барлығын тазалап аласыздар, сұйықтығын бөліп аласыздар. Осылай барлығын тазалап болғаннан кейін негізінде 550 грамм ұн қосу керек, бірақ 550-дің барлығын қоспаймын, кішкентейлап қосып отырамын, кішкене шым-шым тұз және де бір 10 граммдай разрыхлительді және бір шай қасық кәдімгі сары майды қосып, барлығын жақсылап араластырып, 1 сағатқа салфанға салып қоямыз. 1 сағат ашығаннан кейін қолымызды майлап алып, қамырымызды 6 бөлікке бөлеміз. Ортасына начинкаға мен шоколад қостым. Сіздер кез келген затты қоссаңыздар да болады, қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Осылай домалақтап қойып, бетін жұмыртқаладым. Негізінде қолымды майлағанда көп майлап қойыппын. Сондықтан да пісірген кезімде енді 180 градуста 30 минут негізі пісіру керек. Бірақ былайынан күйіп кетпеу керек нан. Себебі мен майды көп жақ қойғаннан сәл қызарыңқырап пісті. Енді бетіне медымды жағып, шоколадты тағы да сеуіп жібердім. Мінекей менің осындай наным дайын болды. Бұл енді булочки десем де келеді. Өте дәмді шыққан, жұмсақ, ерекше болып шықты. Бір апельсиннің иісі шығып тұратын сияқты. Бірақ тамда егер де сіздерде апельсин или мандариндеріңіз қымбат болатын болса, оны бұлай жасауға кеңес бермеймін. Бізде просто скидка болып қалып, осылай жасап көрдім. Жасап көруге тұрарлықтай екен. Өте дәмді булочки шықты десем де болады. Көп заттарды қажет етпейді. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептілермен бөлісетін боламын.